Жатақханамыздың бір жылдығына орай мектебімізде көрме ұйымдастырылды. Бұл көрмеде негізінен екіге бөлінеді: жеке және отбасылық шығармашылық. Бұл жерден біз Тайтелеу Аида, Серікхан Альмара, Джакопов Расул және тағы да басқа балалардың шығармашылығын көреміз. Сәнді киінгіңіз келсе, біздің көрмемізге келіп, Молдаханова Махаббаттың жұмыстарын көрулеріңізге болады. Бұл жерде ол өзінің дизайнерлік бағыттағы суреттерін салып көрмемізге ұсынды. Жатақханада бірнеше үйірмелер бар. Балалар уақыттарын құр босқа өткізбей, қолөнермен айналысады. Көрмеміздің келесі бір ерекше бөлімі ол отбасылық көрме. Бұндай көрме жатақханада алғаш рет ұйымдастырылып жатыр. Бұл жерден біз Жұмаханова Нұрай мен анасы Айнұр апайымыздың жұмыстарын көреміз. Ал мына қолөнер бұйымдарын Ғабдылкәрім қызы Дана өзінің анасы Нұрсұлу апайымызбен бірге дайындап көрмемізге ұсынды. Ал мына суреттерді Әлкенова Аружан өзінің әкесі Бауыржан ағамызбен бірге дайындап біздің көрмемізге ұсынды.